6-шы Еуразиялық Казэнерджи форумы Қазақстанға жасалған тың экономикалық ұсыныстардан басталды. Еуропалық одақ өкілдері еліміздің Транскаспий газ құбыры жобасына қатысуына оң қабақ танытатынын айтып отыр. Әрине, бұл бекерден бекер жасалып отырған ұсыныс емес. Қазақ жерінің астындағы қара алтынның қоры жоспарлағаннан әлде қайда көп болуы мүмкін. Бұл туралы мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеді. Әлемнің мұнай газ саласының мықтыларын жинаған бүгінгі форумның модераторы да ауыз толтырып айтарлықтай танымал тұлға болды. Ербол Мәндібек тарқатып айтады. Казэнерджи Еуразиялық форумы осымен 6-шы рет ұйымдастырылды. Әдеттегідей шалғайдағы шетелдерден атынан ат үркетін қонақтар шақырылған. Мысалы, мұнда бүгін қарапайым модераторлық міндетті атақты CNN телеарнасының жүргізушісі Ларри Кинг атқаруда. Алғашқылардың бірі болып еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов баяндама жасады. Оның пікірінше, Қазақстан шығыс пен батыста байланыстырып отырған сенімді энергетикалық серіктес және дәл қазіргі уақытта әлемдік энергетикалық қауіпсіздік мәселесінде маңызды рөл атқарады. Ал Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаевтың айтуынша, Қазақстан 20 жылдың ішінде мұнай өндірудің көлемін 3 есеге, ал газ өндіруді 5 еседен артық көбейткен. Сонымен қатар дәл қазіргі уақытта мұнай қоры бойынша әлем елдері арасында 9-шы орында тұрғанын мәлімдеді. Шын мәнісінде қазақтың кең байтақ жерін барлаушылар кеніштердің көп екеніне көз жеткізген. Ал бүгінгі жиында алтын көрсе белден қазуға бекем тұратын шетелдік пысықайлар біздің елдің мүмкіндіктері жайында майын тамызып сөйледі. Мысалы, Еуроодақтың энергетика жөніндегі комиссары дәл қазір Еуроодақтың қазба отын қоры қысқарғанын мәлімдеді. Енді Қазақстан сияқты мұнай қоры бай елдермен байланысты тереңдетіп, байыпты алыс-беріс жүргізуге мүдделі екендіктерін мойындады. Еуроодақ мұнайдың 80%-дан астамын, ал газдың 60%-дан артығын сырт елдерден алады. Еуроодақтың өзіндік қазба отыны қысқарып жатыр. Сондықтан бізден өзара байланысты нығайтуға бағытталған өңірлерге инвестициялар мен транзиттік мүмкіндіктер жайын қарастыра аламыз. Қазіргі уақытта Қазақстанда қаржылық қолдауды қажет етіп тұрған энергетикалық жобалар аз емес. Осы Еуразиялық форум барысында олардың бірсыпырасының мәселесі шешіледі деген сенім бар. Айтпақшы, атақты Қашаған мұнай газ кенішінің екінші жобасын жүзеге асыру бойынша да шешілмей тұрған түйткілдер бар екені айтылды. Дегенмен ондағы өндіру жұмыстары 2012 жылдың аяғына таман басталады деп күтілуде. Форум жұмысы ертең аяқталады. Ербол Мәндібек, Артем Злобин, 7-ші арна.